Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен блиннің рецептімен бөлісемін. Қалай дұрыс жасалу керек екенін менің рецептімнен қарай аласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Бізге қажетті болатын заттар: сүт, 2 жұмыртқа, сұйық май және қант қажет болады. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Сүттің үстіне қантты қосып, сосын жұмыртқаны қосып, жақсылап қант пен жұмыртқа араласып, қантымыз ерігенше венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне сұйық майымызды қосып, оны да араластырамыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп отырып, қамыр жасаймыз. Сұйық қамырымыз біздің сұйық болу қажет. Міндетті түрде електен өткізіп отыру керек. Қамырды, ұнды бірден салуға болмайды, әйтпесе түйіршіктер пайда болып қалады. Міне біздің тестамыз осындай болу қажет, сұйық болады. Ал енді біз табамызды қыздырып алып, бір тегіс етіп майлап аламыз. Сосын жаңағы біздің дайын болған тестамызды табанның үстіне құйып, табаны тез-тез айналдырып, пісіріп аламыз. Сосын бетінде осындай кішкене ғана тесіктер пайда болады. Ол кезде уже аударуға жақындағанды білдіреді. Сосын достар, біздің блиннге және тастында табамызға біз ешқандай вилканы, пышақты, қасықты тигізбейміз. Біз зубочистканың көмегімен немесе ағаш таяқшаның көмегімен шет-шетін көріп пісіріп ала береміз. Егер де сіздер вилка шанышқа тигізетін болсаңыздар, блинмен табамыз астына бір-біріне жабысып қалады. Қалған қамырдың барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің блинчиктеріміз дайын болды. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.